Мынай әлі шашылып жатыр ма? Үйдегілер қайда? Ыдыстарды жуып қойсаңдар болады ғой. Не істедіңдер күні кешке дейін? Алдардай қызсыңдар. Әдемі сен неге жасап қоймадың? Хотя тамақ жасап қойсаң болады ғой осыны. Ана балаларға қарап. Ой, хорошо, давай, заходи. Опять тамак, опять кушать какой-то, как всегда, одно и то же. Ой, не говори. Как ты сама? Вот жақсы тамақ жасап, енді тоже. Посмотри. Я ой, уағайды, бәрін. Не тамақ. Все, я пошла. Ладно, давай. Мам, мен келдім. Я келдім ба? Өзімнің сақта көп нәрсе істеп, бүгін сурет салып, көре салдым. Бүгін ата шыға маған бес қойды. Я бар, әкеңе көрсетсеші. Әдемі, неғып жатсың сен? Ана балаларға қарасашы кішкене. Шаршадым ғой мен, хотя бы ана балаларды қарап киімдерін қарасаншы. Ой, мама, қойыңызшы, мен де қаладан келдім ғой, мен де шаршаймын ғой. Не шаршадың? Сен үйдің үлкенсің ғой, кішкене бір жағыма шығыспайсың ба? Соңғы кезде тым ашуланшақ болып кеттім. Қыздарды қатты ұрсатын болдым. Әдемі студент болып өсіп қалды. Одан да көп нәрсені талап етем. Құрбы болып сөйлесудің орнына. Назеркемші, оны да қатты ренжіттім. Бетін қайтардым. Әкесі де көңіл бөлмейді. Менің мұным жарамас. Балама көңіл бөлейін. Қу тіршілік бітпес. Қызым, ұйықтап қалдың ба? Қызым, келе қойшы суретіңді көрейік. Қандай әдемі сурет салғансың? Мені апайым осы үшін мақтады, мен бірді сурет сала алмайтын. Қазір күшті сурет сала алатын болдым. Керемет қызым, жақсы үйренттің, я? Қандай әдемі суреттерің сен? Ана, Ау? сіз күніне қанша ақша табасыз? Күніне? Білмеймін енді, 6-7 мың табатын шығар. Ал сағатына қанша табасыз? Сағатына? Мүмкін 500 теңге шығар. Неге сұрадың? Мен осынша ақша жинадым. Копилка жинапсың ғой. Ой, керемет. Онда берсе санайық, қанша шықты екен? О, қызым, көп ақша жинаттың. Жарайсың. Енді өзіңе керегін аласың, ала ғой. Жоқ анашым, өзіңізге алыңыз. Өзіме? Маған не үшін? Сіз жұмыста осынша ақша сағатына табасыз ғой. Маған да сонша бір сағат көңіл бөліңіз осы ақшаға. Өмір жолында жанға жұбаныш болатын жанашырлық пен кіршіксіз көңіл ғана. Ата-ананың ақ пейілі, көңілі, бақытты ұрпақтың баянды өмірі.